Адамның денесінде 206 сүйек бар. Нәрестенің сүйек санын әне жаттап біліп ал. Мынау қызыл бас сүйек, төменгісі жақ сүйек. Саған қызық айтайын, құлақта да сүйек бар. Олар өте майда көлемі, аттары балғашық, төстік, үзеңгі. Өкпе менен жүректі кеуде торы күзетті. Кеуде торын құрайтын сүйектерді айтайын. Ол ұзын, қабырғалары майысқан, ал алдына келіп жалғыз төс сүйекпен жабысқан, ал артынан омыртқа жотасымен тоғысқан. Омыртқада көп қой сүйек, жетеуі мойын бұрады, 12-сі арқаны құрады. Белде омыртқа 5 болады. Арғы 5 8 көз, құйымшақ соңында қалдық болып тұрады. Арқада тұрған жауырын, алдында бұғана. Тоқпан жілік қызылмен белгіленген мына жерде. Шынтақ жілік сарымен, кәрі жілік үстінде. Билеп алайық, жамбас сүйекті қарайық. Мықын, шат, шонданай, жамбаста олар жабысып, орналасқан олар осылай. Тізенің ұршық сүйегі асықты жілікпен шыбықты тіземен біріктіреді. Ортан жілікпен жалғасып, аяққа қимыл береді.